Илим жана зикир. Зикир 23. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: шындығында адамдардың арасында Алла Тағаланың жақындары бар. Сахабалар: о Алланың елшісі, алар кимдер? Деп ашыға сұрашты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Құран эйлери. Мына ошолор Алла Тағаланың жақындары жана өзгөчө пенделери, деді. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: шындығында адамдардың арасында Алла Тағаланың жақындары бар. Сахабалар: о Алланың елшісі, алар кимдер? Деп ашыға сұрашты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Құран эйлери. Мына ошолор Алла Тағаланың жақындары жана өзгөчө пенделери, деді. Анас радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: шындығында адамдардың арасында Алла Тағаланың жақындары бар. Сахабалар: о Алланың елшісі, алар кимдер? Деп ашыға сұрашты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Құран эйлери. Мына ошолор Алла Тағаланың жақындары жана өзгөчө пенделери, деді. Хаким.